Наурыз. Наурыз мерекесін тойлау қайдан шыққан? Мұны ешкім дөп басып айтып бере алмайды. Дегенмен осы мерекеге қатысты аңыздар да бар. Сондайда бір аңызда Наурыз деген тұқымсыз кеткен ақсақалды еске алу үшін ел жиналып ас береді екен. Қазан көтерер тұқымы болмағандықтан ортақ қазан қойып оған әркім бір уыс дән мен бір кесе сүт құяды екен. Содан бері наурыз көже түрлі астан пісірілетін болыпты. Енді бұл аңыздан да әреге құлақ түрсек, Нұх пайғамбардың кемесі Қазығұрт тауының басында 21 наурыз күні таң ата келіп тоқтапты. Мыс ертеңіне жерге шығып қазан асып, кеменің ішіндегі барлық азықты әкеліп қазанға салыпты. Әртүрлі дәннен жасалған тамақ керемет тәтті болыпты. Барлығы тоя жепті. Сол жылы адамдар тоқ болыпты. Сондықтан болса керек, наурыз көжеден тойып же, жыл бойы тоқ боласың деген ырым қалыпты. Наурыз мерекесін жоққа шығарушылар осы наурыз көжені тоя ішуі керек, сонда жыл бойы тоқ жүреді, елге береке кіреді деген сенімді осы 1 желтоқсан күнгі түнді ұйықтамай өткізу керек. Ұйықтап қалсаң жыл бойы ұйықтап жүресің деген негізсіз ырыммен шатастырып алған секілді. Олай болса наурыздың салтынан діни сенім іздегендерге осы бір наурыз көжені тойып жеу жайында көне көздердің әңгімесіне сүйене отырып жауап беріп көрейік. Асылып жатқан ортақ қазанға қолында барлары, байлары, молдау азық салуы мүмкін. Енді біреулер аз салуы ықтимал, тіпті біреулер жоқтықтан мүлде ештеңе сала алмай қалады. Ас піскен соң дәнді көп қосқан адам еш қысылмастан тойып тамақтана алады, ал аз салғандар көп жей алмайды. Мүлде салмағандар ауыз тиюге ыңғайсызданады екен. Міне осы теңсіздікті болдырмау үшін наурыз көжені кім болса да тоя жесе, сол адам жыл бойы тоқ жүреді, сол елге береке келеді деп көңілі жүдеу жандардың қымсынбай ас ішуіне жағдай жасаған. Егер сол жерде аз салғандар және тойып ішсін деп көп салғандар да тойып ішсін деп теңсіздікті бетке басқан болар еді. Мүлде аз салмағандар садақа асын ішіп жатқандай сезінер еді. Ал қандай да бір ырым сеніммен жеткізсе, адамдардың көңілінде қаяу болмайды. Бұл ас бай мен кедейді теңдестіретін, ағайынды біріктіретін, сүннет амал бойынша бір болғызатын ас. Тек бертін келе бұның негізгі мәні ұмытылып, тек амалы ғана ырымға айналып, ел есінде барлық адам тоя тамақтану керек. Осы күні тойып тамақтансаң, жыл бойы тоқ жүресің деген ырым болып қалып отыр. Сондықтан наурыз мерекесінің астарына діни ұғым іздеп, тылсым арқылы Аллаға серік қостығыға балап, жат діннің мерекесі деуге болмайды. Сонымен қатар наурыз көжені тоя тамақтанған жастарға бұлақ көзін аштырған, тал еткізген, табиғатты тазалаттырған. Ол үшін күш-қуат керек емес пе? Көжеге тойған жастарды қоғамдық жұмысқа сол кезде-ақ артқан екен.